Әмеңгерлік азабы 2 бөлім. Сәбит Мұқанов. Мақарбикенің Күшікбай ауылына қарай созылған Сарытап қысқы жолының үстінде түн жамылып біреу келе жатыр. Түн аяз, қалың қырау, ай жарық, шананың даусы сырылдайды. Қар сықырлайды. Анда-санда іштай, но деген дауыстар ара-тұра естіледі. Базардан алып келген темірастау, сұрасаң біздің қалқа қиғаш қастау. Алыстан ат терлетіп келгенімде, әзілге жарамайды қалқам жастау деп, аяғын баяулатып қайырған ән естіледі. Бұл оның үктіріп алып, түнделетіп қайтып келе жатқан тілеген еді. Қыраудан тон жамылған ағаштың бұтақтарын желпіген әлсіздеу азырақ жел бар. Жолдассыз түнгі жүріс адамды жалықтырады ғой. Шанада отыра беруге жалыққан тілеген біраздан кейін тоңазиын деді. Ол шанадан түсіп, аттың божысын қанатқа ілді де, соңында жаяу аяңдады. Орта жолда шырпылау қалың ағаш бар еді. Жол кесіп өтетін, сонда ит құс кез келер деп, тілегеннің сақтықта алған жолдағашы бар. Жол қызылдың ішіне кіре бергенде, тілеген секіріп шанаға мінді де, қолына жолдағашын алды. Жайдан жай үрейленген ол, жан-жағына алақтап қарай бастады. Салбырап, тұқыра аяңдап келе жатқан атты бір заманда құлағын қайшыландырып, ағаштың алдыңғы жақтағы қойнауына қарады да, кісінеп қоя берді. Тілеген селк ете түсті. Жүрегі дүрсілдей бастады. Алдында бір катер тұнып тұрған адамдай, жолдағашын оңтайлатып, аттың божысын жинап қолына алды. Сөйткенше болған жоқ, ағаштың бір қалтарысынан әлденелер қараң ете түсті. Тілеген әуелі ағаш шығар десе, артынан көзін тоқыратып, салтты кісілер екенін көрді. Дегенше болған жоқ, 4 салт атты тілегенге лап қойды. Тілеген атты айдай жөнелді. Бірақ салттылар шаналыны жібере ме? Қуып жетісті. Біреуі қабырғаласа келіп, тілегенді сойылмен қара құстан салып кеп өтті. Тілегеннің көзі жарқ ете түсті. Сойылын сермеп, қайрат қылып еді, салт атты ағып өтіп тегізбеді. Екінші рет бір сойыл емес, 4 сойыл ұдайымен келіп дейді. Өлтір, оңбаған құлды деген дауыс құлағына сап ете түсті. Сәденнің белгілі барылдақ дауысы. 4 салттыға шамасы келмеуін көрген тілеген, жалынсам жаным қалар ма екен деген кісіше, ағатайлар-ай, қиыңдар қасықтай қанымды, не айтқандарыңды істейін деп жылап қоя берді. Талай қанды ұрттап, талай кісіні қолынан бауыздаған Сәденнің рақымсыз жүрегі бұл сөздерге босаған жоқ. 4 сойыл тағы да тұс-тұстан ұдайымен келіп, тілегеннің басына шақ ете түсті. Тілеген шанадан ұшып кетіп, жолдың жиегіндегі қарға ет бетінен жығылды. Жаудың көңілі өсті. Сәден мен інісі Бәден аттан түсе қалып, тілегеннің тымағын жұлып алды да, қыл шылбырды мойнына салып, қылқындыра бастады. Тілеген жан таласып алысты, бірақ көп қол шыдата ма? Шиыршықтанған қыл шылбырдың тұзағы мойнынан қайта шықпады. 8 қолға 2 қол бөгет бола алмады. Тілеген секіртпе болған қойдай ышқынып бір секірді де, дірілдеп барып сылқ ете түсті. Өлімге үйренген Сәденнің бұған бүйрегі бүлк еткен жоқ. Атты алып жөнел деді ол серіктерінің біреуіне. Өзгеміз мынаны ағаштың ішіне апарып, қарға көмейік. Сәдендер тілегенді ақ кебінді қалың орманның ортасына алып барды да, белдеріндегі қалақтарымен күрдікті ойып, тілегенді тыға сап, бетін жауып жүре берді. Ұзақ уақыт қар астында жатқаннан кейін, тілегеннің тоңазыған денесіне жан кіре бастады. Аздан кейін ыңырсып қимылдады.
үстін жапқан албасты күрдік тырп етуге шамасын келтірмей, өзі тұншығып жатқан сорлыны біразға дейін басып жатты. Сол кезде оның көзіне Сақып елестеді. Оны да әлдегі мөлтіп жатқан, ол шыңғырып жатқан сияқты. Жан ұшырған тілеген қарды қопарып түрегелді. Бірақ мас болған адамдай тұрып жығылып, аяқтарын баса алмай қойды. Әлсіздігіне көзі жеткен ол, «Уа, кім бар жанымды сақтайтын?» деп даусы жеткенше айғай салды. Сәден сұм тіріліп кетер деген қауіппен маңайда аңдып жүреді. Дауысты естігеннен кейін жүгіріп келсе, тілеген тыпырлап жатыр екен. Сәден қонышындағы сары кезекті алды да, тілегеннің жаңа шыққан шоқша қара сақалынан ұстап, иегін көтеріңкіреп, кеңірдектен орып кеп жіберді. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.